Биыл қоғам және мемлекет қайраткері, қазақтың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлының туғанына мерейлі 150 жыл. 5 қыркүйек тілдер күні еліміздің әр аймағында ұлт ұстазы ерекше ұлықталды. Ахмет Байтұрсынұлының Алматыдағы ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсіміне Қазақстан жоғары оқу орындары қауымдастығының президенті Рахман Алшанұлы да қатысты. Ескерткіш басында тарихшы ғалымдар тарапынан ұлттың ұлы ұстазы жайында рухани әңгімелер айтылды. Ақаң айтады, ұстауыңды қоймасаң, тағы да жем боласың дейді, совет заманында айтады. Адамзат бір нәрсені жоғары бағалайды. Қиянатқа қарсылықты бағалаған барлық заманда, барлық елдерде, барлық мемлекеттерде. Ақаң қиянатқа қарсы шығуға халықты шақырған. Қиянатқа шыдама, қиянатқа қарсылық көрсет. Қарсылық көрсетпесең құның болмайды, болашағың болмайды деген ойды айтқан. Ақаңның бұл айтқан сөзі осы уақытқа шейін өзекті, қажет деп ойлаймын. Біз осы рухта, осы арнада жастарды тәрбиелеуге тиіспіз деп ойлаймын. Қазақтың білімнен, техникадан, өнерден, мәдениеттен, әлемдік қауымдастықта бір биікке қолы жетсе, соның барлығында да осы Ахмет атамыздың үлкен үлесі бар. Егер біз тәуелсіздігімізді алып, азаттыққа қолымыз жетіп, мемлекеттігімізді нығайтып, басқа елдермен тереземізден керегеміз кең елге айналып жатсақ, соның барлығында да осы Ахмет атамыздың зор үлесі бар. Сондықтан қазақ бар жерде Ахмет есімі өшпейді. Қазақ тіл білімінің негізін салушы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған рухани танымдық кездесулер бұл күні еліміздің әр түкпірінде өтіп жатты. Ал Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары қауымдастығы ұйымдастырған салтанатты жиын Алматыдағы Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінде өтті. Шынымен де бүгін таңда еліміздегі үлкен оқиға. Бай кезде, совет кезінде тек қана үш адамды айтатын, Қазақстанды көтеретін Абай, Уәлиханов, Ыбырай дегендей. Қазір қарасаңыздар, шынымен де көп біздің тұлғалар, қайраткерлер осы елді көтерген, күрескен көп адамдар болды. Соның ішіндегі жарық жұлдыз ретінде біздің Ахмет Байтұрсынов айтуға болады. Істеген еңбектері жөнінде бүгін жақсы айтып отыр. Осы жақын қазір баяндама естиміз. Негізгі мақсат осы еліміздің тұлғаларын дұрыстап бағалап, көрсетіп, біздің тарихымызды мен санадым. Соңғы жылдары біз 1800 ұрпақ екенбіз белгілі. Одан да ертерек болуы мүмкін, тарихшы зерттеп отыр ғой. Сонда әр ұрпақ 25 жыл. Әр ұрпақтың өкілдері өз беткесар еңбегін атқару керек екен. Ақындар кезінде атқарды осы. Арасында ұлы тұлғаларымызды тәуелсіздік жылдарында кеңінен ұлықтауға мүмкіндік алдық. Қазақ ұлтының ғасырлар бойы көмулі жатқан тарлан тарихын бүгінгі ұрпаққа таныта бастадық. Ахмет Байтұрсынұлының өмірі шын мәнінде трагедия еді. Ол өзі үшін емес, туған халқы үшін, қалың елі қазақ үшін өмір сүрді. Ұлттың тілі мен сөйлеу мәдениетін қалыптастыру жолында орасан зор еңбек еткен ұлы тұлға. Байтурсынов был блестящим литератором, педагогом, лингвистом. Реформировал казахскую письменность на основе арабской графики. Сол письменності, сол жазған орфография бойынша 12 жыл мен 29 жылда біздер пайдаланғанбыз. Қазір сол графикамен пользуются миллионы казахов, которые живут за границей. Қытайда бар, Монғолияда бар, Иранда бар, Афганистанда бар, Турцияда бар. Швецияда жүрген қазақтарды көргем, олар бірақ туылғандар мысалы Қытайда, олар қазақша жазады, бірақ Байтурсынов графикасымен, орфографиясымен. В арабском языке гласные буквы не произносятся, там только согласные буквы. А гласные буквы, они пишутся, жаңағы согласный әріпке, олар бір какой-то крючок жасайды. И сонымен оқылады, гласный. Поэтому қазақ тілінде бұл өте қиын болды. Сол себептен
Ахмет Байтұрсынов сол араб алфавитіне қосты әртүрлі әріптерді, которые специфичны именно для казахского языка, которых нет в арабском языке. Мына қырғыздарда сіз білесіз ғой, оларда ә деген әріп жоқ. Олар мысалы ә деген айтса, екі аны жазады. Десе, екі оны жазады. Десе, екі оны жазады. Себебі әріп не придуман, буквы. Ахмет Байтұрсынов эту работу выполнил. Жиын соңында Қазақстан жоғары оқу орындары қауымдастығының президенті Рахман Алшанұлы Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерін зерттеуге ерекше үлес қосып жүрген ғалымдарға Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орденді өз қолымен табыстады. Дарья Тернеш біздің білім саласында көрнекті қайраткер, қалалық мәслихатының депутаты, облыстық депутат мәслихаты, академик, тарих ғылымдар доктор, профессор, бәрі өз еңбегімен. Ол кезде сол қарапайым ылғи жаңашыл іздеп жүреді. Не болу керектігіне. Осыған байланысты біздің Байтұрсынов атындағы орден. Қоянды жәрмеңкесінен бастап алғашқы петиция осыған қарама қарсы шығып, кейін Алаштың қайраткерлерінің ортасында болып, сол Алаш қайраткерлерінің негізгі құжатын жазған кезеңде бүгінгі егемендік, бүгінгі хакімдердің есеп беруі, халық арасындағы өзара байланыс, мынау жердің территориясының бөліну мәселесі, осының бәрі айтылған. Және сайлау мәселесі, сайлауды қалай жүргізу керек екендігінің барлығы құжатта жазылып қойған. Мен тарихшы ретінде оны баса айтқым келеді. Сондықтан да кешегі Алаш азаматтарының алдына қойған Түркістан мемлекетінің негізін салып құру, ол жерде өзінің тіл мәдениеті болып, өзінің идеясы мен діні болу, ол бүгінгі біздің егеменді мемлекетіміздің конституциясыменен осы қабаттасып келіп жатыр. Сондықтан да біздің ойымызша қазір ол ғылыми әлеуеттік айналымға түсіп отырған мәселе, ол енді жалпы халықтық бұра болға тиісті. Сондықтан да біз өте қуаныштымыз. Осы конференцияға құшақ жайып келдік, бірақ енді бүгін орден алам деп ойлаған жоқпын. Жастармен жұмыс жасап жатқаннан кейін деп ойлап жатырмын. Бұл енді жалғыз мен емес, жалпы Шымкент өңірінің 3-ші мегаполистің таққан ордені деп, мен осылай деп оны қабылдадым.